Бірінші қазаннан күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. Осы ретте облыстық әскерге шақыру комиссия өкілдері көктемгі әскерге шақыру кезеңін қорытындылап, күзгі әскерге шақыру науқанына қойылған мақсат міндеттерді айқындады. Аталмыш іс-шараға аудан әкімінің орынбасарлары, комиссия мүшелері, ішкі істер департаментінің өкілдері, қорғаныс істері жөніндегі бөлім және келісімшарт бойынша әскерге қабылдау және шақыру комиссиясының басшылары қатысты. Көктемге облыс бойынша 600-ден астам азаматтарымызды аттандырдық әскер қатарына. Оның ішінде 200-ден астам қару күштеріне, 100-ден астам шекара қызметі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, мемлекеттік күзет қызметі, 20-ға шама азаматтарымыз барлықтары қазір аман-есен қызметті атқаруда. Жалпы енді біз қазір күзге 700-ден астам адам жіберуге тапсырма алдық. Қазір тапсырмалар бәрін нақты бөлімдерге қойып, олар өздерінің жіберетін балдарын қазір уақытта медициналық комиссия басқа да өткізу шаралар атқаруда. Жиын барысында сөз сөйлеген облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент басшысы Еркінбек Байболов күзгі әскерге шақыру науқанына дайындық барысында комиссия мүшелері толық болуын, әскерге шақырушының ата-анасымен сөйлесу, жастардың психологиялық және физикалық деңгейіне баса назар аудару қажеттігін атап өтті. Іс-шара барысында көктемгі әскерге шақыру науқанында жақсы жұмыс көрсетіп, көзге түскен қорғаныс істері жөніндегі бөлімдер мен жергілікті атқарушы орган қызметкерлері облыс әкімі Ерік Сұлтановтың және қорғаныс істері жөніндегі министрліктің алғыс хаты және грамоталармен марапатталды. Көктемнің 2016 жылғы 71 әскерге шақырушылар шақырылды. Оның алдында олар талқыланып, таңдау арқылы бөлімде жұмыстар атқарылды. Бәрі бөлімдердің жұмыстары өте жақсы деңгейде өткізілді. Қазіргі күздік 2016 жылғы әскерге шақырушыларды таңдау деңгейі өткізіліп жатыр. Барлығы 62 адам таңдаудан өту керек. Жалпы облыс бойынша көктемгі әскерге шақыру науқанына 628 азамат отан алдындағы борышын өтеуге аттанды. Ал күзде 700-ге жуық азамат әскерге аттанбақ. Жиын соңы мерекелік концертке ұласты.